ең бірінші бетіне өзіңнің арман мақсатыңды жазасың. Алладан сұрайсың, сұрағанға береді дейді. Ең бірінші арман, мақсат, сосын жоспар түсу керек. Кез келген жұмысты жоспарламаса, ол жұмыс болмайды. Обязательно жоспарлау керек. Мысалы, сен бір аптаның ішінде, бір күннің ішінде қанша қимыл жасайсың, неше адамға звондайсың, неше адамды шақырасың, қанша адамға не айтасың. Соның барлығын сен жоспарлауың керек. 21 күннің ішінде қанша адамды шақырғанда 3000 балл боласың. Соның барлығын жоспарлайсың. Мысалы, күніне сен 10 адам шақырып отыруың керек шығар. Группаңмен қосып. Сол 10 адамды тіркеп, 10 адамға барлық мүмкіндікті айтып, заказын алдыртуың керек, ақшасын төлетуің керек. Екінші, арман мақсат жоспарыңды жаздың. Екінші, тізім жасайсың. Тізім ол сенің досың, көршің, сосын тумаң. Бар ма осындай адамдар? Кластас, жолдасыңның достары. Тағы да сол сияқты өзіңнің араласатын, тойға шақыратын адамдардың тізімін жасайсың. Бұдан да көп. Примерно енді 50-дегі адамның 2000-3000 танысы болады дейді. 50-дегі адамның да 2000-3000. Одан да көп болуы мүмкін да, есіне түсіріп. Сол дос адамдардың каждый дәптердің бетіне бөлек-бөлек кәдімгі той жасағандай алып шақырасың, жазасың, содан кейін барып үшінші шақыру. Мысалы, тойға да адам шақыру оңай емес қой. Қазір WhatsApp-пен жібере қояды. Ал бұрында каждый үйге барып тарататын еді. Мына жерде де солай телефонмен айтуға болады, үйіне барып айтуға болады. Шақырудың солай түрлері бар, е? Енді өзің адамдардың ыңғайына қарап айтасың. Мысалы, бару керек болатын болса, бар. Шақыру керек болса, шақыр, үйге шақырып алып сөйлес. Болмаса, кейбір адамдар болады, телефонмен де шаруа бітіре салатындай адамдар болады. Оларға телефонмен де айт, WhatsApp-пен звондап айт, е? Шақырудың 3 түрлі түрі бар. Бірінші, таныстарды шақыру. Таныс еместі шақыру. Таныс еместерді шақыру. Таныс емес екіге бөлінеді. Біреуі көшеден адам ұстау. Көшеден. Екіншісі Инстаграммен. Инстаграм, ВК, Одноклассникпен шақыру. Осындай таныс еместің 2 түрлі болады. Сонда 3 түрлі шақыру жолын көрсетіп отырмыз. Біздер осыдан 11 жыл бұрын адамды танысты шақырдық, таныс еместі көшеден шақырдық. Көшеден шақырдық. Мысалы, көшеге әлде шақырып жатырмыз, нені қойып қоямыз, столды, соның үстіне каталогтарды қоямыз, визиткілерді қоямыз, визиткіні каталогтың беттерінен жасаймыз, үстіне аты жөнімізді жазамыз, сосын көшеде келатқан адамдарға беріп жібереміз, оның контактысын алып қаламыз, сосын алып звондаймыз. Сөйтіп шақыратын едік. Қазір енді көптеген адамдар Инстаграмға кіріп, Инстаграмның подписчиктері көп адамдарға айтады, сөйтіп адамдарды шақырып жүр. Инстаграмың бар ма? Подписчигің қанша? Инстаграмға телефон қоймайды балам, WhatsApp-ны кетірістайды, Инстаграмны кетірістайды. Үлкен балдар бар ма? Үлкен балдарың бар ма? Иә, үлкен. Сол үлкен балаңда не бар ма? Подписчик бар ма? Сосын мынандай болады, достарың болады да, торт сатады Инстаграмменен, киім сатады, орамал сатады, әртүрлі заттар сатып жүретін адамдар болады да, өзіңнің таныстарыңда, достарыңның ішінде. Қазір көп қой сондай. Сондай адамдардың подписчиктері көп болады. Соларға айтып, сен өзің жаңағы менің затымды сатып берші деп, соларды нетіп болады. Я болмаса оларды өзіне тіркеп алуға болады. Сөйтіп тіркеу арқылы жақында 2 жас директор шығып отыр. Біреу торт сататын келіншек. Сөйтіп тіркеліп, өз директор болып кетіп отыр. Сөйтіп адамдарға айтасың, Инстаграмың бар, подписчик көп адамдарға айтасың, міне таныстарды шақырасың. Сосын
алып аласың да оларменен кездесесің. Кездесу деген ол обязательно бүйтіп бір жерде кездесу емес. WhatsApp арқылы кездесе бересің. WhatsApp арқылы жазасың, жаңа адамға хабарламаны айтып отырасың, мүмкіндікті айтасың, YouTube арқылы жібересің, товар туралы айтып отырасың. Енді қазір көп адам победикті біледі, WhatsApp-тарын біледі. Иә, бірақ бизнесті көп адам білмейді. Сондықтан бизнесті, мына компания туралы, беріліп жатқан акциялар туралы көп адам білмейді. Сол кездесу жасап, соны айтасың. Қазір енді мынандай акция болып жатыр. Мысалы, сен келдің, адамды тіркедің, өзіңнен кейін, сенен кейін бүйтіп 2, 3, 4 адам тіркесе, олар заказдарын берсе, хотя бы 8500 теңгеге заказын беріп төлеп тастаса, саған 2500 теңге компания ақша береді. Осындай акция болып жатыр қазір. Өзің заказ беруің керек, и мына адамдарға сен өзің неше балаға заказ бергенін дұрыс деп ойлайсың. Мысалы, артыңнан 4 адам кірейін деп тұрса. Ақша түсу үшін неше балаға бересің деді? 50 балаға бересің. Көрдің бе? Сен деген мына адамдарға заказ берді дейсің ғой, 8,5-8,5-ға мысалы 10 000 теңге примерді бергенде, саған уже 40-50 бал жинап қалады. Сен өзің 50 балаға заказ берсең, уже саған манағыдай 3% ақша шығады, жаңа жазып алды ғой дәптерге. Ал егер сенің адамың 5 болса, 5 де 8,5 мыңға заказын берсе, онда саған компания 5000 теңге ақша береді. Қазір дәл осындай акция болып жатыр. Осы қаталықта. Осымен жұмыс жасап кетсең болады. Бірақ мен 8,5 емес, мына адамдарға 100 бал, 50 бал жасағанды айтқаныңызды қалаймын. Өзің үшін. Егер мына кісілердің барлығы 100 балдан заказ беретін болса, сенде 500 бал болады. Сен өзің 100 балға заказ берсең, уже саған ақша шығады. Түсіндің? Сұрағың бар ма осы жерден? Сен ештеңе түсінген жоқсың, қайда сұрақ болсын? Жоқ, мен оны сен бірден адам түсінбейді, бірақ тыңдай беру керек. Бір айтқаннан ешкім түсінбейді. Мен өзім айтып отырмын, 6 айда әзір тек мына 3 сағат түсіндім деп. Мына қаққан жоқпын, тек аяқпен жүгіріп жүрдім. Содан кейін барып, әрбір проценттің үстіне шыққанда жайлап түсіне бересің. Мынау 3% осындай екен ғой. Директор осындай екен ғой деп адам түсіне береді соны. Енді директор шықтым дейін, бұл жерде директор болдың, 3 балменен директор болдың да. Өзіңнен кейінгі мына кісі директор болса, осыдан саған 5% ақша түсіп тұрады. Мысалы 50 000 теңге пенсия түседі. Күшті ме? Мына кісі директор болса, одан да 50 000 теңге ақша түседі. Мына кісі директор болса, одан да 150 000 теңге өзінен өзі түсіп тұрады. Компания береді оны. Айлығынан басқа. Манаға мен айтқан айлықтан басқа. Егер сенде 6 директор болса, 6 пенсия түседі. Қазір міне ағия старший директор бір пенсия алып отыр. Үкіметтен бір пенсия алады, көп баламен неге шыққан, пенсияға шыққан компаниядан бір пенсия алады, 2 пенсия. Неге ағия 3 пенсия алмасқа, 4 пенсия алмасқа, үкіметтікімен қосқанда мысалды, артық етпейді ақша. Дұрыс қой. Саған да солай. Мен құрылы жоқсың ба? Мен 60-қа келіп, міне 6 пенсия алып отырмын, үкіметтен 7-ші пенсияны алып отырмын. Жақсы емес пе? Ақша керек, бала шағамызды жетілдіру үшін керек. Сондықтан да бұл жерде ерінбеу керек, главный. Әрекет ету керек. Әрекет еткен адам түбі бірдемеге жетеді. Жаттау керек, кино қарамау керек. Оның барлығы тек уақытты босқа өткізе береді. Адамның сосын кітап оқу керек, YouTube видеоларды қарай беру керек, сонда адамның ойы жетіле береді да. Қазір жақсы адамға тренингтер көп қой. Вот соларды қарай беру керек. Сосын жақында 15-нен бастап, осы ненің декабрьдің 15-нен бастап, күнде YouTube-тан тікелей эфирден сабақ өтеді 4 бриллиантовый директор. 15-нен басталған. 15-нен басталған. Қырғыздар, жоқ, тегін басында өткізіп жатыр қазір. Енді 15-нен бастап кәдімгі 12 000 теңгеге платный сабақ өтеді. Жалпы обучениеге ақшаны аймау керек. Ол саған болашақта көп ақша алып келеді обучение. Ал оқымаған адам ештеңеге жетпейді. Обязательно оқу керек. Енді 100 бал жасау керек деп жатырмын да. 100 бал жасау үшін 50 балын
20.000 теңгеге товармен алу керек. 50 балды 12.500 теңгеге сағатпен алу керек. Сонда сен өзіңнің адамдарыңа айтасың. Мысалы айтайын. Біреу айтады саған, мә 100 бал деген 40.000 теңге ақшаға шығып кетті дейді да, мен оны қалай аламын дейді ғой. Сол кезде сен бүйтіп айтасың. 20.000-ға дейсің. 20.000 теңгеге товар ал дейсің. Мысалы, кремнің, бояудың, духилардың, сосын витаминдердің балы жақсы болады. Осыларды мақтау керек халыққа. Осылардан товардың бағасы 20.000-ға шығады. Сосын 12.500 теңгеге сабақ аласың. Сабақ 50 бал болады. Мынау 50 бал, мынау 50 бал. Қосқанда міне 100 бал. 100 балды осылай жасаймыз. Дым да қиын емес. Көп адам міне осылай жасап жатыр. Егер сен бір каталогта директор болып кетсең, ол деген далада ойнап қалады. Мына жаңағы ақшаң бұлай қарағанда тегін болады да, заттың тегін келген сияқты болады. Сондықтан каждый келген адамға мынаны айтып, түсіндіріп көріңіз. Түсінбесе, хотя бы 50 бал жасасын. 50 бал жасаған новый тіркелген адам 500 мыңды ала алмайды. Бірақ 2 рет 275 мыңды ала алады. Анталияға бара алады. Ал 100 бал жасаған адам 500 мыңды да алады. 275 мыңды 2 рет алады. Анталияға путевканы алады. Айлығынан басқа, бұның барлығы айлығынан басқа мынандай премия. Көрдіңіз бе? Сондықтан оны айтыңыз, және өзіңізде енді ойланып қараңыз. Қайсысын жасайсың? Егер ақша керек болса, осының барлығын қорыту керек та. Тағы да сабаққа келіңіз. Сосын соткаменен де, WhatsApp-пен де хабарласып, барлық жаңалықты біріп отырыңыз. Араласып отыру керек. Товар туралы, не товарды білесің? Ұнаттың да, мысалы мына таналқы ұнады ма? Айтыңыз. Мысалы біз білмегенде біз сізден үйренуіміз мүмкін, да? Мына таналқы деген өте керемет. Жағасың ғой. Қолыңа жағып су тигізесің, су тайып кете береді. Және бетің демалып тұрады. Мынаны жаққан уақытта сенің бетің шаршамайды. Нетпейді. Кислород беріп тұрады да, как будто бетіңде қабық тұрған сияқты болмайды. Көп компанияда қабық тұрған сияқты білініп тұрады да. А мынада олай емес. Кәдімгі крем жағып қойған сияқты сіңіп кетеді. Осындай. Осындай керемет жақсы товарларымыз бар. Осындай міне детский салфеткалар бар. Бұл да көп пайдаланады. Құрамында спирт жоқ. Товарымыз халал. Ешқандай балаға да үлкенге де зияны жоқ. Кез келген товарды осы жерден алып тұруымызға болады. Біздер өзіміз барлық пайдаланатын товарды осы жерден аламыз. Қолымызға жағатын, бетімізге жағатын крем, ішетін витаминдер, мыналардың барлығын өзім ішіп жүрген товарларымыз. Енді келесі келгенімізде, мысалы мына витаминдер туралы айтып береміз. Сосын келгенде кремдер туралы айтып береміз. Сосын келгенде бояулар туралы айтып береміз. Барлығын айту мүмкін емес бір күнде. Рахмет тыңдағаныңызға. Нелер дауып болды мына?